Ойын бітті деп хабарлайтын төрешінің ысқырғының өзі көкжиектен де көрінбей тұрған кезден бастап уақыт созған Атлетико опық жемегенде несі қалды. Ең масқарасы Атлетикоға гол салуға ең қауіпті болатын шабуылшы Иммобиле емес, Лационың қақпашысы болып шыққаны. Бойы 2 метрдей болатын қақпашыға шабуыл жасап нәтиже алып келді. Базар жоқ, жалпы ойын қызық болды. Неше түрлі шабуылдар мен 100%-ық сәттерді де көрдік. Соларды бүгін талқылап матчқа шолып өтейік. Біздің демеушіміз ешқашан бәстікпе атты кеңсе. Себебі біз берекелі дүние болғанын қалаймыз. Сіздермен бірге Желаяқ телеарнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде арнама жазылып кетіңіз. Ерінбеңіз. Сіздің қолдауыңыз өте маңызды. Италияда әжептәуір жаңбыр жапқан деймін. Пастар беріп жатқан кезде газон алғал әлі су екені көрініп тұрды. Әрине мұндай емес, бірақ сонда да әдеттегідей емес екен. Ал жанкүйерлер кезінде Лацио құрамында чемпион болған Атлетико Мадридтің бапкері Диего Симеонеге Рим және Лацио әрқашан сенің үйің болады. Қош келдің, Чоло, біздің чемпион деп құрмет көрсетіп жатыр. Сонымен матч басталды. 12-ші минутта Камада мен Иммобиле әдемі пастар арқылы комбинация жасап, Облактың қақпасын сынап көреді. Бірақ жапондықтың соққысы жойқын емес. Мұндай соққыларды Облак сезбейді де. 19-ші минутта Гризман бірнеше ойыншыдан әдемі сытылып өтіп, соңғы сәт қалған кезде оң аяғымен өте нашар соққы жасайды. Мұны тіпті соққы деуге де келмейтін шығар. Аяғы дұрыс тимей қалды. Негізі соққы емес, төменде бір өзі кетіп бара жатқан Линоға беру керек еді. Сулы газон кедергі болды ма? Білмеймін. 25-ші минутта Маттия Дзакани айып соққысымен Лационың жанкүйерлерін бір тұрғызып отырғызды. Дәл ортаға тебілген допты ұстау қиынға соқпайды. Тіпті маған да қимылдамасаң болды ғой. 3 минут өткен соң Луис Альберто допты тоқтатпастан осындай шедевр соққыға ие болды. Қисықтау. Алайда гол болғанда үздік голдардың бірі болары сөзсіз еді. Дәл артынша Атлетико Мадрид шабуыл жасайды. Шабуылы мүлде қауіпті емес. Себебі доп қақпа жақтан тым алыс. Бірақ дәл ортада тұрған Барриос Молинадан пас алып, соққы жасап көреді. Гол. Матчта есеп ашылды. Соққы тайқып тиген соң ғана нәтижелі болып тұр. Өйткені соққы алыстан жасалды. Ал оны қақпашы күзетіп, басқа жақтан жайғасы орын алып қойған. Жас бала өзінің Чемпиондар лигасындағы алғашқы голын соғып отыр. Оның үстіне осы көрсеткішімен Атлетико Мадридтің тарихы бойынша да ең жас гол салған ойыншы атанды. Оның алдында 2015 жылы Астана қақпасына гол салған Сауль болған екен. 50-ші минутта енді алыстан Вицель бақсынап көрді. Осы жолы қақпашы бәрін өз қолына алды. Тікелей мағынада да. 5 минут өткен соң Облак арғы қапталдағы әріптесіне берем деп қарсыласқа беріп қояды. Баспен қайтарып тұрып пас берген Андерсон қақпада голды елестеткен шығар. Алайда Иммобиле 7 метр жерден қақпаның дәл ортасына теуіп, есепті теңестіре алмайды. Облак өзі қателік жасап, қателігін жуып шайды. Ал Чироше мынандай жерден гол саламай қалу деген ұятты. 57-ші минутта Лоренте Гризманға қиып пас бергенмен, Антуан оны аспанға теуіп жібереді. Шыны керек, французға оң аяғымен жаттығуды көбірек жасау керек секілді. Әйтпесе оң аяғының соққысы менің оң аяғым секілді. Тек бұл емес, көп ойындарда соны байқаймын. Сіздер де көретін жарсыздар, пастардың бәрін сол аяғымен береді. Тіпті ойыншы оң жақта орналасса да, ойыншы сол жақта орналасса да. 66-ші минутта айып соққысынан кейін доп Маратаның аяғына түседі. Тоқтатып асықпай теуім дегенше, алды толып, доп қақпаға тіке бағытталмай қалады. Тоқтатпай тепкен кезде әңгіме басқаша болар ма еді? Негізі ойын тең өтті. Бір команда басымдыққа ие болды деуге тілім бармайды. Соққылар да, қауіпті сәттер де, тіпті допқа иелік ету де 2% айырмашылықты беріп тұр. Қосымша қосылған минуттарда Лацио мінезін көрсетіп бастады. 32-ші нөмірлі ойыншы Катальдидің соққысы есепті ашуға аз қалды. Облактың сұмдық себебі болмағанда, сұмдық голға айналайын деп жатқан. Бұрыштама, Лацио ары-бері пастар мен соққылар жасап, Эрмосоның қолына тиді деп шулап, пенальти сұрай бастады. Сәт аяқталмаған соң, Луис Альберто соңғы секундтар қалған кезде алға сытылып бара жатқан қақпашы Иван Провиделге әуелетіп пас береді. Жақсы позиция таңдаған ол, бойының арқасында ешкімге допты бермей, гол соғып, командасына бір ұпай әкеледі. Артынша бірден ойын бітті деп ысқырық шалынды. Бірақ Лациоға бәрібір, себебі эмоцияға толы гол болды. Бүкіл бапкерлік құрамда, ойыншылар мен жанкүйерлер де қуанып жатыр. Ал оны теледидардан көріп жатқанмен аң-таң болып қалдым. Қақпашы Иван Провидель үшін бұл алғашқы гол емес. Италияның Б сериясында ойнап жүрген кезде Аксали командасының қақпасына дәл осылай 95-ші минутта гол салып, есепті теңестірген болатын.
Чемпиондар лигасының тарихы бойынша бұл ойыннан салған алғашқы жағдай екен. Осы уақытқа дейін қақпашылар өте сирек салса да, бірнешеуі салған, алайда оның бәріне айып соққысы немесе пенальти секілді стандарттардан болған. Сосын қызық оқиға. Лацио клубының қақпашысы 15 жасына дейін шабуылшы болып ойнапты. Алайда шабуылшы болып ойнауды өзі ұнатпай, қақпашының рөліне белін бұрып тұрған екен. Бәлкім содан шығар голдар соғып жатқаны. Тамаша ойын, тамаша голдар. Сіздермен бірге желаяқты арнасы және оның жүргізушісі мен Беклан. Лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Амандықта жолыққанша сау саламат.